Мен Қытайдан келген қарындастарыңыз Жаңылсын Әділханқызы болам. Мен көптеген елдер сұрап жатады да, мен осында компания аштым, бизнес жасап жатырмын десем, сен келгелі қанша жыл болды дейді. 10 жыл болды ма, қанша жыл болды дейді. 10 жылда болған жоқ. Мен келгеніме әрине 1 жыл болды. 2025 4 айда Қазақстанға келгем. 2025 1 айда тоңқ жүріп мен Қазақстан деген мемлекетке қарай ат басым бұрғам. Сосын 30 күндік без визамен келдім, қайтадан өттім 4 айда, былтыр 4 айда, сәуір айы деймі. Сол уақытта 1 жылдық визамды аштырып келген болатынмын. Сосын 2-ші жылы 1 жылға жетпейтін уақытта, яғни 2026 1 айда, қаңтар айында осы риэлтор компаниясын аштым. Бұндағы мақсатым не дегенде, әрқандай адам баласы болсын, өте батыл болу керек, өзіне сенім болу керек, тағда тәуекелшіл болу керек. Біз жақтан көптеген қандастар келіп жатыр, мықты кәсіпкерлер де келіп жатыр, мықты мектептерден бітірген, жоғары мамандықты алған өзімнің іні сіңілдерім де келіп жатыр да. Бірақ көбінде батылдық жоқ, батылдық ете алмайды, уақыт керек дейді, жазушы сызуды білу керек дейді. Мен А деген әріпті білмей жатып бүткіл документті бітіргем, өзім жүгіріп бітіргем. Ешкімнің көмегісіз, ешкімнің бір қолдаусыз өзім бастап жұмысты бастағам. Сосын осы жұмысты да өзім бастадым. Сондықтан менің айтарым не дегенде, мейлі Қазақстан болсын, мейлі басқа жақта болсын, қайда болсаң да, сөзсіз адамға бірінші адам өзіне сену керек. Мен осы істеп кете аламын деп. Менің бір артық бір өзімде қол қоятын бір артық бір талантым бар. Ол талант қалай дегенде, мен істеп көрмеген жұмысқады істегенді жақсы көрем. Басқалар мысалы қорқады ғой, ойбай қалай болады деп артына қарай шегінеді. Мен артқа шегіну деген нәрсені білмеймін. Сондықтан да мінекей әзір жаман болмадық, қол астымызда 20 шақты адам бар. Тағы да мықты қыздар, жігіттер келіп менімен бірге жұмыс жасап жатыр. Күннен күнге жақсы болып келе жатыр. Қазірдің өзінде ең баста А деген әріпті білмейтін, жазу сызуды білмейтін мен бүткіл барлығын дайындап, бүткіл барлығын жаза алмаймын, бірақ қазір судыратып оқитын дәрежеге келдім. Ең баста қалың документті де түсінбейтінмін, қазір түсіне бастадым. Сол сияқты көш жүре келе түзеледі, жолым жүрген сайын алдыға қарай түзіп жол бастайды. Сондықтан ешқандай бір кедергі болмасын, ешқандай бір арт жаққа кетпеңіздер.